сәлем. Жүлделі маусымның басты фильмдерінің бірі «Бруталист» желіге шықты. Біздің кинотеатрларда бұл киноны көрсетпеген еді, сондықтан оны пираттық сайттардан көруге тура келді. Бұл үлкен қателік болды негізі. Неге екен осы видеода айтып берем, лайк басып қойыңдар, бастайық. Сюжеттен бастаймыз. «Бруталист» фильмі Эдриан Броуди сомдайтын Ласло Тодд есімді венгр сәулетшісі туралы баяндайды. Ол Холокосттың сұмдықтарын бастан өткеріп, жаңа өмір іздеп ақшқа қоныс аударады. Ласло брутализм бағытын ұстанады. Бұл стиль өңделмеген бетон секілді материалдарды қолдануымен ерекшеленеді. Жаңа елде оның алдынан көптеген қиындықтар шығады. Ол әйелі мен жиенімен қайта қауышуға тырысады. Бір күні Ласло миллионер Ван Бюрендер отбасымен танысады. Ван Бюрендер Ласлоның тағдырын өзгертетін шешімдер қабылдауға әсер етеді. Бірден айтқым келгені, фильм керемет түсірілген. Режиссер А24 студиясының көмегімен керемет жұмыс атқарды. Басты кейіпкердің үлкен оқиғадағы титтей адам екенін көрсететін өте әдемі кадрлар бар, және оны әрине кинотеатрларға арнап түсірген, арнайы пленкаға түсірген. Үйде телефон, компьютер, тіпті теледидарда ол фильмнің әдемілігін жеткізе алмайды. Әттеңай кинотеатрларымыздан шықпапты да деп қалдым. Дегенмен фильмді қарауға ынтасы жететін көрермен де көп емес ау бізде. Кинотеатрларымызда 3 сағаттан асатын киноны көрсеткенді аса ұната бермейді. «Бруталистің» хронометражы 215 минут. Осы уақыттың ішінде кинодан почти 3 қазақстандық комедия көрсетуге болады. Ол киноларда Рамазан Амантай ойнаса, мысалы, пәленбай ақша жинауға болады да. Броуди Қазақстанда ондай қаражатты ешқашан жинамаған. Дегенмен, бұл «Бруталист» нашар кино екен деген сөз емес. «Бруталист» бұрынғы заманның классикалық киносы сияқты. Капитализмнің адамды құрту тақырыбы әр 10 жыл сайын бір үлкен шедевр сыйлайтын тақырып. Азамат Кейннен бастап төбелес клубына дейін соссаң болады, мысалы. Енді міне «Бруталистті» де сол тақырыпты зерттейтін фильмдер тізіміне енгізуге болады. Сонымен қатар фильм Ласлоның 33 жылын көрсетеді. Ол да классикалық кинодан алынған конструкция, мысалы «Одиссея» немесе кезінде Америкада. Содан да болар фильм оқиғасы 3 сағаттан асады. Бірақ «Бруталисттің» жоғарыда аталған фильмдерден бір кемшілігі бар. Оның динамикасы тым нашар. Фильмдегі оқиғалардың өздері баяу. Сюжеттің егжей-тегжейі басты кейіпкердің сезімі, мұң қайғысының айналасында өрбейді. Салыстырмалы түрде былтырғы Оппенгеймер мысалы, ол да кейіпкердің сезімін көрсететін атыс-шабыс экшені жоқ кино, алайда онда динамика мен нерв бар. Ал «Бруталисттен» бір кезде шаршап қалатының бар. Дегенмен фильм 10 Оскарға үмітті еді, сондықтан оны көріп шыққан дұрыс шығар. Менімше атышулы Анораға қарағанда «Бруталист» әлде қайда терең туынды. Оскар демекші 2003 жылы «Пианист» фильмінде Эдриан Броуди соғыстан өткен өнер адамының ауыр өмірін көрсеткен үшін Оскар алған еді. Араға 22 жыл салып, Броуди қатты ұқсас рөл үшін тағы да Оскар алып кетті. Бұл жолы кейіпкерінің мансабы ауысты, бірақ мінезі тура сондай. 1040 мансапты ауыстырып, кейіпкерін ауыстырмайтын Джейсон Стейтем жылап отқан шығар бір бұрышта. Айтпақшы, Эдриан Броуди Оскар рекордсмені атанды, естіген шығарсыздар. Оның жеңімпаз атанғандағы сөйлеген сөзі 5 минут 40 секундқа созылып, Оскар тарихындағы ең ұзақ әңгіме болып шықты. 10 номинацияның ішінде жүлделі болған жалғыз Броуди емес, «Бруталист» режиссерімен үнемі жұмыс істейтін оператор Лол Кроули үздік операторлық жұмыс жүлдесін алып кетті. Шыны керек, биыл одан әдемі кадрларды таспалаған оператор болған жоқ. Фильмді көрсеңдер, не туралы айтып атқанымды түсінесіздер. Мінсіз түсірілген кино. Техникалық тұрғыда бір дақ таппайсың кинодан. Сонымен қатар фильм үздік түпнұсқалы саундтрек жүлдесіне қол жеткізді. Жалпы техникалық тұрғыда фильм мықты жасалған, тағы да айтып кетейін. Неге жылдың үздік фильмі атанбады онда деген сұрақ туындап жатыр ма? Фильмде Броудидің акценті мен сәулет жоспарын жасанды интеллект көмегімен жасапты. Содан да болар киномайталмандар ондайды жақтырмайтыны анық қазіргі уақытта. «Бруталисттің» Анораға ұтылғанының астарында жатқан философиялық сұрақтар да аз емес. Біріншіден, келешекте классикаға айнала алатын кино жеңіл, ертең-ақ ұмытыла салатын киноға жеңілді деген көзқарасым бар. Азап шеккен сәулетші оқиғасы өмірін өзгерткісі келген стриптизершіға жеңілді. Тағысына тағы. Ұзын сөздің қысқасы, Брейди Корбеттің «Бруталист» фильмі өнер, жеке тұлғаның қалыптасуы және жаңа ортаға бейімделу тақырыптарын зерттейтін күрделі әрі көп қабатты шығарма болып шықты. Фильм тек визуалды ғана емес, сонымен бірге идеялық тұрғыдан да заманауи кинематографтың маңызды туындыларының бірі. Басқа менің айтарым жоқ.
бұл жолы Броудидің Оскардағы әңгімесінен аспай тұрғанда осы жерден тоқтайын. Жақсы кино көріңіздер. Келесі көріскенше.